Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін мен Адити, достар, бүгін менің каналымда кезекті влог болады. Ендеше қолдап лайк бітіп комментарийді ұмытпаңыздар. Осы видеомызды ауырмай сырқамай аяғына дейін бітіріп алғаным нәсіп етсін. Ендеше менің видеома сада. Мен уже мектептен келіп қойдым. Баратқанымды күнде түсіріп шаршаған шығарсыздар, осы сіздер. Сондықтан қайтқан кездегі влогымды көруге дайын болыңыздар. Келесі кадрлардан көз жүгіртіп алыңыздар. Достар, бізде сабақ бітті. Мен қайтайын деп жатырмын. Жоқ, бірінші өнер мектебіне барып қайтамын. Не достар, мынау өнер мектебі, мынау жабық. Кеттіге, терезесіне. Ой, терезесіне. Ай, екіншісінен барамыз, кеттік. Это наш өнер мектеп. Мынау біздің драма сыныбы. Осы ғой. Міне. Кейін саған обзор жасаймын. Мына қараңыздар, біз мына жерде, қуыршақ театрын ойнаймыз. Бізде кітапхана, бүкіл нәрсе бар. Артыша, это Нұрсая. Өтеміз жүрміз осына. Міне достар, бізде осындай қуыршақ театрларына пайдаланылатын осындай қуыршақтар бар. Мына Нұрсая, мен подругам. Екеуміз бірге айтамыз. Достар, бізде сағат 3-те келетін, түсте қазір атмен болып. Ойбай, біз мектептен Нұрсая екеуміз ғана шықтық. Қалған бәрі қайтып кеткен. Біз екеуміз, өнер мектебіне барамыз деп қалғанбыз. Мына жерде су ағып жатыр. Сонымен мен қазір мороженое алуға, құймалы мороженое алуға келе жатырмыз. Достар, осылай. Біздің жолдай. Мен көріп тұрғандарыңыздай сол кезде өнер мектебіне барып келген болатынмын, бірақ ағайым болмай қайтып кеттім. Қазір мен қайтып киініп, переходпен киініп, қайтып өнер мектебіне қарай шығамын. Негіз бүгін бармай қоюға болушы еді, но бізде бүгін отбасы күні, барлықтарыңызды отбасы күнімен құттықтап кетейін. Отбасы күні құтты болсын, отбасыларыңыздың шаңырақтарыңыз шайқалмасын, ата-аналарыңыздың үмітін ақтап, менің өзіме жасы подписчиктерім болса, ата-аналарыңыздың үміттерін ақтап, ата-аналарыңыз аман есен қастарыңыз болып, төрт көздеріңіз түгел болсын. Сондықтан бүгін сол отбасы күніне бізде сынып сағат секілді неде болады, өнер мектебінде, поэтому мен баруым керек. Ендеше достар, көп жүрмай переходқа көшейік. Достар, осындай образ шықты, менде қазір полный лук көрсетейін. Қадыңдар. Вот достар, осындай көк түсті, мен көк түстіні киіп, самсалып алдым. Қазір достар, аспан қандай әдемі болып тұр. Міне достар, бұл біздің мектеп. Мектеп осындай ұзын. Анық көрсететін болсам осындай. Қазір сылдыра. Мен мектептен шықтым, самсамды сол күйі жемей келе жатырмын. Мектепте түсіре алмадым, потому что түлкінің рөлінде ойнайды екем. Сол түлкінің рөлінде отырды. Киім тіктіруге, киімдердің суретін көрдік. Мына киім тіктіреміз ба деп. Солай. И мен биыл домбырада 5-ші жыл оқимын деп жатырмын. Ой, драмада. Домбыраны былтыр бітіріп кеткен болатынмын. Кәдімгідей куәлік алып, домбыраны бітіргендігін растайды деген. Өте жақсы деген бағамен бітіріп шықтым. И биыл драманы да бітіремін. Енді үйге қайтып сіздерге сол домбырада ойнай алатынымды дәлелдегім келіп тұр. Ендеше күтіңіздер, қазір домбыра тартатын боламын. Давайте, ждите переход деймін ба, сондай. Ал достар, менің переходым үйден және де диванның үстінен бірден кассеті киелі домбырамен пайда болдырды. Ендеше мен халық киі қара жорғаны тартып беретін боламын. Қара жорға бір темпте ойналады және де бір звук көбіне қайталанып келіп жатады. Және де бір жерінде сөзін айтуға болады. Мен егер айталсам айтып беретін боламын. Мен ерке сылқым, адай, арынғазы, тағы жас тәрбие, кеңес деген секілді көптеген күйлерді білемін, бірақ дәл қазір осы қысқа күйді тартқым келіп тұр.
егер суық болмаған білініп тұрса ренжімеңіздер, но осы күйде бүгінше тартып беріп отырмын. Ал достар, бүгін бізге болған сабақтар таныстырып кетейін. Бүгін бізге сынып сағаты болды. Ағылшын ішінде тұру керек, қазақ тілі болды, ағылшын болды, алгебра және де химия болды. Ал енді қазір мен осы жерге студия влогымызды бастаймыз. Осы жерге ертеңгі болатын сабақтарды алып келетін боламын. Достар, ертеңгі болатын сабақ бізде геометрия, русский язык. Мен мынаны оқып қойғам. Мынау тоже бітіп жатыр. Мен білмеймін, бұларды мен қай күн орындадым. Кеше мен 5 күннің сабағын оқимын деген кезде полный орындап тастағам. Құқық негіздері, дүниежүзі тарихы, және де биология и қазақ әдебиеті. Қазақ әдебиетін орындаған жоқпын. Қалған сабақтарды тоже орындамадым. Давайте қазір орындап шығамыз. Бізде үйде свет өшіп қалды, зарядым только 2%, сондықтан последний кадрды түсіріп алайын. Одан кейін ары қарай кукингті маманың видеосына, маманың телефонына түсіріп салатын боламын. Еще нені де, студия влогты до конца маманкамен бітіремін. Достар, мен орыс тілімді бітірдім. Жаңа айтып едім ғой сіздерге, бұны потом алдын оқып қойғам деп, и бұны қайталап жаттау берген, бізге жаттап оқып шықтым. И все, я его закончила. Мен орыс бітірдім, оқысам же, короче, акцент жоқ. И менде келесі сабақ, орыс тілі бізде бірінші сабақ, и я закончила первым деп айтпай қойын, себебі менің контентім қазақ контенті. Келесі ол мен биологияны оқитайын деп тұрмын, білмеймін екен, бірақ биологияны оқығым келіп тұр. Давай не беріп тастаған бізге, достар. Мен не жазып қойғам, конспект жазып қойғам. Бізге тек қана оқуға берді. Енді келесі сабақ дүниежүзі тарихы. Бұдан бізге 10 сұрақ жазып келуге берген болатын. Давайте жазамыз. Түн жұлдыздармен ай жарық дала сағын. Кукингпен жалғасын табуда. Сағат 21:05 таза бір күндік влог болу. Қараңыздар, дала қап-қараңғы прям. Көріп тұрсаңыздар, дала өте қараңғы. Осындай даланың несінде мен влог түсірген жоқ. Мен қазір сіздермен бірге панкейки пісіретін боламын. Енші давайте менің алтын қолдарым және де алжапқышым көбекке келсін. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай менің алжапқышым келді. Енді осыны байлап алайық. Одан кейін мен керек заттар сіздермен бірге дайындағым келіп тұрған жоқ. Сіздермен бірге дегенде ұзағынан болғым келіп тұрған жоқ. Сондықтан давайте тоже сиқырды пайдаланып, осы жерде пайда қылдырайық заттарды. Байлап алайын. Давайте мен байлап алдым. Енді кезек. Міне достар, мен өзіме тоз, разрыхитель, 2 жұмыртқа және де ұн, қант және де су алып алдым. Қазір жеке барлығын істеп алатынымыз. Ең бірінші осындай тостақ, табақ деп жатады. Осыған барлық суымызды құйып аламыз. Осылай. Және де келесі очередь мен көрсетем, тауып алайын. Щепотка тұз саламыз. Кішкене ғана тұз салсақ кетеді дейді ғой. Кішкене салайын деуші. Оңай салып салсаң. Осылай кішкене щепотка тұз, қант, 40 грамм деген мен осылай әкелдім енді, бірақ 40 па, 40 емес па нақты білмеймін. Осылай саламыз, короче. Ал достар, келесі очередь мен осылай көрсетпесем анық көрінбей жатыр екен.
Мінекей осылай араластырып шығатын боламыз. Дәл видеодағыдай шықты менде. Қазір артқы камерамен анықтап көрсетемін. Міне достар, осылай шығу керек. Мінекей. Видеода да дәл осылай көпіріп, дәл осылай сары түсте болған болатын. Ендігі кезек. Енді біз мынаған емес, жаңағы ұнымыз бар ғой. Сол ұнымызға 2 чайная ложка, короче, осылай разрыхитель саламыз. Осылай. Разрыхитель деген қопсытқыш ба? Немешкасы тұрым ба? Ойбай, онау, короче, осындай. Міне достар, білмеймін менің қамырым дұрыс па, дұрыс емес па, осындай қамыр шықты. Қазір енді пісіріп көреміз. Сосын барып айтайыншы сіздерге менің рецептім дұрыс па, дұрыс емес па. Негізі сүтпен істегенде нормально шығу керек етін. Мен негізі бір түсінгенім пиццаны ғана жақсы пісіреді екенмін. Қалғанын көреміз енді. Ешқандай да май құймай пісіріп көрейін деп жатырмын енді. Бисмиллах, біріншісін көрейік бастап. Мен бұлай жайып салмасам, менгі қою болып ортасы піспей қалатын секілді. Сондықтан осылай жайып салам. Біріншісін көрейік, сосын кейін сіздерге айтам. Облом года чек. Күшті шықты десең. Мен бәрін, короче, осындай ыдысқа құйып, холодильникке салып тастайын жатырмын. Ертең жеңшені сұйылтып, короче, пісіремін шығар. Короче, үйдегілерге айттым. Мынау шықпады. Мамамен бірге істеп көрдім, дұрыс шықпай кетті. Сонымен мынандай болды. Қазір посмотрим. Білмеймін. Басындағысы дұрыс қызбады, одан кейін қатты қызып кетті, одан кейін тез пісіп қалды. Сондай, короче, дұрыс болмай қалды. Көріп тұрсаң, аналар вообще қалың болып кеткен. Осымен менің облом кукингім бітті. Жаңағы кукингтен кейін мен осындай бір целый ыдыс күтіп тұр. Давайте жуп. Бүгінгі влогым ұнаса лайк, подписка, комментариймен қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай мен уже пижамамды киіп алдым, төсегімді салғанымды көрсеттім. Барлық обложкада не бейнеленді, соны көрсеткеніме қуаныштымын, тіпті көрсеттім деп те ойлаймын толықтай. Сіздерге ұнаса, міндетті түрде комментарийға ұнады, топ күшті тема, давай, біз сені қолдаймыз деген комментарийларыңызды күтемін. Ендеше всем сау болыңыздар.